Армысыздар. Елордадағы Абай мектебінде 3 жылдан бері оқушыларға Абайдың поэмаларын жаттатқызып келе жатқан Абай сыйы жеңімпазы, маған 45 қара сөзді жаттатқызған жетекшім Әйгерім Біржанқызымен сұхбаттасуды жөн көрдім. Қайырлы күн, Әйгерім Біржанқызы. Менің сізге бірнеше сұрағым бар. Жалпы сіз 3 жылдан бері зерделі зейін жобасын қандай мақсатта өткізіп келесіз? Бұның өзектілігі неде? Қазіргі уақытта көптеген оқушылар қазақ әдебиеті пәнінен көркем шығармадан үзінділерді жатқа айтуға, мәнерлеп айтуға, мазмұндап айтуға, тіпті өз ойын еркін айтуға қиналады. Осы олқылықтарды жою мақсатында Абай Құнанбайұлының қара сөздері мен поэзиялық шығармаларын шешендік сөзделіп жаттатқызып келе жатырмын. Жоба мақсаты оқушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту, көркемдеп, мәнерлеп, мазмұндап айтуға үйрету және Абай шығармалары арқылы ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Бұл жай жаттау емес, бұл түсінік жаттау. Жаттаған шығарманы күнделікті өмірде, сабақта, түрлі сайыстарда, түрлі жағдайларда орынды қолдануды үйренеді. Поэма көлемді әрі көркем шығарма болғандықтан тілдік оралымдарға бай. Синонимдер, тұрақты сөз тіркестері көптеп кездеседі. Сөздік қорды дамытуға әсері мол. Ұзақ мәтінді жаттау барысында оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерімен байланыстыру қабілеті жақсы дамиды екен. Поэманы жаттаған оқушыға кез келген өлеңді жаттау, шаш топта сөз сөйлеу, эссе жазу ешқандай қиындық тудырмайды. Ғалымдар арасында қисса дастан жаттаған оқушы математика мен өзге тілдерді жылдам үйренеді деген пікірлер бар. Енді өзіңіздің ең тиімді деп санайтын әдістеріңіз туралы айтып берсеңіз. Әдістерді 3 топқа бөлдім: жаттауға дейінгі, жаттау барысындағы және жаттаудан кейінгі әдістер. Алдымен поэма мазмұнымен таныстырып, сөздікпен жұмыс жасап, идеясын талдап, мәнерлеп оқытып алдым. Жаттау процесін ойынға айналдырып, сахналық қойылымдар, топтық жаттау әдістері сияқты әдістерді қолдандым. Ескендір Масғұт поэмаларын бір шумақ бір күн әдісі бойынша жаттаттым. Жаттап болғаннан кейін жадыны жаттықтыру мақсатында бірнеше апта бойы поэманы түрлі әдістермен қайталаттым. Қайталау барысында жекпе-жек, эстафета, дирижер, оркестр секілді әдістер нәтижесін берді. Себебі оқушыларды жалықтырмай, қызығушылықтарын арттырды. Кіл жүйрікте кім жүйрік екенін анықтау үшін жыл сайын дәстүрлі түрде поэманы жатқа айтудан сайыс өткізіп келемін. 100-ден жүйріктер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Енді келесі сұрақ, осы жобаңыз қаншалықты нәтижелі әрі сәтті болды деп ойлайсыз? Нәтижесінде оқушылардың жылдам жаттау және айтылым, жазылым дағдылары қалыптасып, оқу үлгерімі мен білім сапасы артқанын байқауға болады. 7-ші сынып оқушысы Батырхан қызы Шынар ұйқас қуалау, үштік қайталау әдістерін пайдаланып, аз уақытта 105 өлең жаттады. Қалалық Абай оқуында 2-ші орынды иеленді. Арғынбаева Ұлпан да осы әдістер бойынша өткен оқу жылында 170 өлең жаттап, республикалық Абай оқуынан 2-ші орынды иеленді. Шәкірттерім республикалық Бітібаев атындағы қазақ тілі олимпиадасы, абайтану олимпиадасы, шешендік сайыстар мен түрлі көркемсөз байқауларынан жүлделі орындарды иеленіп жүр. Ал енді сіз осы поэма жаттау тәжірибеңізді басқа ұстаздармен де бөлістіңіз бе? Я болмаса, ол ұстаздардың тарапынан сол тәжірибеңізге деген бір қызығушылықтар болды ма деген сұрақ. Мектебімізде өткен республикалық конференция кезінде жоба жұмысын қатысушыларға таныстырып, шынайы баға мен жылы лебіздерін естідім. Осы конференцияда белгілі абайтанушы ғалым, профессор Тұрсын Жұртбай атамыз оқушыларға жылы лебізін білдіріп, батасын берді. Дили күні ескендір патша болды, жақсы әлем 21-ге толды, өз жұрты аз көрініп көш. Жөндерді жақсы даусын сенің. Қарың бақты болдар. Не деген жақсы мектеп мынау. Мен немеремді осында берсем бе екен. Жүрсін берейік, жексе төс қағыстырайық. Рахмет балаларым. Сәлем Аяна. Менің енді саған бір сұрағым болып тұр. Жалпы осы зерделі зейін жобасына қатысу және Абайдың поэмаларын жаттау саған қандай көмегін тигізді? Зерделі зейін жобасы маған үлкен көмек болды. Мен актерлік шеберлікке қатысамын. Сондықтан рөлге ену, кейіпкердің мінезін ашу, оның сөзін түсініп, жүрекпен қабылдап жаттау мен үшін өте маңызды. Бұл жоба сол қабілеттерімді дамытуға үлкен ықпал етті.
Бұрында ұлпан жетпіс өлеңді қалай жаттайды екен деп ойлайтынмын. Ескендір Масғұт поэмасын жаттағалы өзіме сенімім артып, 120 өлеңді жаттап шықтым. Ал қалалық байқауға 105 өлеңмен қатысып, кейін 18 өлең қосып, 123 өлең болдым. Поэмалар ұзақ болғанымен, әсерлі, мағынасы терең әрі әсерлі болғандықтан, әр жолы есімде жақсы сақталды. Бұл өлең жаттауға жақсы көмек. Абайды тану, өзіңді тану. Абайды түсіну, өмірді түсіну. Ал мен үшін абайды жаттап, оның 45 қара сөзін жүрегімде сақтау, ұстазым сыйлаған баға жетпес қазына. Зерделі зейін жобасы ғұмырлы жоба болсын.